Бұл киноның мақсаты қазіргі жастарға арналған, адамды жігерлендіру, алға жылжыту мақсатында түсірілген фильм. Үш түрлі адамның арманына деген қадам басуы, және де олардың қиыншылық көрген сәттері, қайғы мен мұңға батуы, және де қуаныш пен арманға жетуі. Үш түрлі адам, үш түрлі тағдыр, үш түрлі жігер. 21 ғасырдың дамыған заманында қазіргі жастарға үлгі ретінде шығарылып отырған осы кинороликті ұсынамыз. Ассалаумағалейкум баршаңызға, менің атым Нұрсұлтан Болат. Бұл блогерлікке қалай келді десеңіз, бұның барлығына бір себеп болды. Бала кезде орыс блогерлерді көп көретінмін. Сол кезде достарым айтатын, давайте канал ашайық, видео түсірейік деп. Сол кезде барлығы жарысатынбыз. 50-60 подписчик жинап, бірақ ең бірінші менің каналым 100 подписчикке жетті. Сол кезден бастап мен орысша түсіре бастадым. Сөйтіп 1000-1500 орыс көрермендерін жинап, каналымда бір балаға айтқан болатынмын. Сол бала ата-анама айтып, класстастарыма айтып, барлығын айтып, сол себептен өз каналымнан бас тартуға мәжбүр болдым, өйткені ұялдым. 1-2 жыл өтіп, блогерство бастағым келіп жүрді. Сөйтіп қазақша канал аштым. Осы бір жылда 100 подписчик жинайым деп өзіме мақсат қойдым. 1-2 ай өтіп, 10 подписчик, оның өзі достарым. Әрі қарай қолымнан бәрі келеді, берілме, бұл сынақ деп әрі қарай түсіріп жүре бердім. 4-5 ай өтті. 1000 просмотр жиналып, қатты оңған болатын. Сол видеом танымал бола бастап, мені көретін оқырмандар көбейе бастады. Кім ойлаған, 100 подписчик жинайым деп 6 айда 1000 подписчик жинағаным. TikTokқа видео салып едім, 350 000 просмотр жинап, аяр қарай YouTubeға 2 айда 5000 оқырман қосылды. Инстада курс сатып бастадым. Әлі күнге дейін адамдар сатып алып жатыр. Сол кезде Украина-Россия соғысып жатқан еді. Поддержка ретінде плакат ұстап далаға шықтым. Негізі YouTubeқа салғанмын, бірақ тәте келіп мені сырттан түсіріп алып, қаланың жаңалықтары бар инстакаунтқа, историяға салып қойды. Оны көрген ЭТЖ группасы мені пост қылып салып қойды. Солай мен 4-5 сағатта 40 000 адам көріп, бүкіл адам мені сөз қылды. Туысқандарым, үй іші бәрі біліп, официально танымал болдым. Мені оқу орындары шақырып, сенікі дұрыс емес деп көңілім түсті. Содан кейін уже бәрі таниды. Сөйтіп пранк түсіргім келіп, досыммен пранк түсірдім. ЭТЖ инстакаунты 100 000 оқырманы бар. Менің видеоларын барлығын салып отырды. Содан бастап Жезқазғанда танитын алғашқы пранкер болдым. Әрі қарай блогерлікке өмірім өзгерді. Мақсат қоя бастадым. Ақыры ақша тауып жатырмын деп, неге iPhone 13 алмасқа деп ойладым. Жазға дейін 600 000 теңге жинаймын деп, күні-түні жұмыс істедім. Курстан ақша таптым. 600 000 теңгені таптым. 4 айдан кейін iPhone 13 алып қатты қуандым. Өз еңбегімен алғаныма сене алмадым. YouTubeқа видеолар салып отырдым. 80 000 просмотр жинап, YouTube'ым дамып жатты. Міне, менің бір жылда жеткен жетістігім. Түсірдім. Қарағанды ойлай адамдар социально дамыған дейін ба? Ал достар, біз Global City'дан шықтық. Ішінде көретін нәрселер көп екен негізінде. Мына қараңдар, мобилог жүрттер жүр ғой, мобилография деп қояды ғой. Мобилография ғой, не нәрсе анау? Бірақ не мақсатта түсіріп жатсың сен? Ал достар, және осы прямой эфир аяқталады. Аман сау болыңыздар, ертең сағат 8-де кіретін боламын. Давайте. Брат, сен ренжімен дейін көтеріліп келатқан бола беретін. Атым Нұрсұлтан Болат. Бақдәулет. Ассалаумағалейкум. Менің атым Бақдәулет.
Мен жалпы кішкентай кезден монтажға, мобилографияға қатты қызығатынмын. Менің телефоным iPhone болмаса да, мен түсіруді бастай бердім. Менде Oppo A52 телефоны болды. Шабыттың арқасында мен тоқтамадым. Менің видеоларым онша болмаса да, менің достарым қашанда қолдап жүретін. Түсірген видеоларыма өзім қызығып қарайтынмын. Уақыт өте келе iPhone 11 телефонын алдым. iPhone алғаннан бастап менде көзқарас өзгере бастады. Мобилография курсын сатып алдым. Түсірген видеоларыма барлық адам қызыға бастады. Менің қуанышымда шек болмады. Өзімнің түсірген видеоларымды Instagram желісіне сала бастадым. Ол жақта еңбегім бағалана бастады. Маған реклама түсіріп берші деген SMS-тер келе бастады. Мен бас тартпадым. Қала ішін түсірдім және көліктерге де түсірдім. Бірақ мен мобилография түсіріп жүргенде ақша таппадым. Уақыт өте келе мен алғашқы табысымды таба бастадым. Менің қуанышымда шек болмады. Шабытым саған менен мәңгі үлкен алғыс. Осы сәтті пайдалана отырып, Аллаға мың алғыс айтамын. Және де осы күнге дейін қолдау білдіріп келген достарыма мың алғыс. Брат, блогерство жалпы қалай өтіп жатыр? Подписчиктер саған келіп жатыр ма? Я нормально. Бірақ ютубтан гөрі тикток пен инстаграм жақсы. Тез көтерілуге болады. Сумайшын ба не уж? Ренжеу, братан, ренжеу, братан. Брат, аңғара бір жігіт бес жігіт. Ассалаумағалейкум достар, біз жаңа наш брат, мә, ол тектілік көтті ғой. Ассалаумағалейкум. Менің атам Нұрасыл болады, және де мен болашақ музыкантпын. Менің өзімнің мақсатым осы музыка. Кішкентай кезімнен өзімнің өлеңдерімді істеуді армандайтынмын. Бірақ сол мақсатқа жеткеннен кейін біраз оқиғаны ұмытып, қолда бардың қадірін білмейсің дегендей, өзім де сіздермен бірге өткен шақты еске алғым келеді. Менің әкем жас кезінде домбыраға үйреніп, күй ойнап, ән айтқан болатын. Және де мен де өлеңдерге деген қызығушылығым өте мол. Кішкентай кезінде әкем домбыра ойнап, ән айтатын. Ол кезде мен аса қатты мән бермейтін едім, бала едім ғой енді. Мақсатсыз жүрген бала болатынмын. Өмірдің әрбір күнін ауылымда өткізіп, анам мен әкемнің қасында әжемнің айтқан ақылдарын тыңдайтынмын. Өзім қазір ойлаймын, әжемнің арқасында өзімнің түзу жолымды таңдап, соған бір қадаммен жетіп жатқаныма шүкіршілік етемін. Осыдан 5 жыл бұрын мен музыкаға деген қызығушылығым мақсатқа айнала бастады. Шабыттанып 4-5 сағаттан үйренетін видеороликтер көріп, жаңағы адамдардың арттарынан қайталап, өзімнің істегеніме мәз болып, өзімнің бір мақсатыма қадам басқаныма сенетінмін. Не істесек те енді бәрі жақсылыққа дегендей, 2 жыл бұрын мен Yamaha деген синтезатор алып, анам мен әкеммен ұрысып, қырсықтанып соны алғыздым, әлі есімде. Сол кезде анама сөз берген едім. Осы сіздің маған деген сеніміңізді ақтаймын, Алла қаласа, әлі сол мақсатқа жетудемін. 1 жылда қаншама деген оқиғалар болды. Әрбір күніміз тарих болады дегендей, бүгінгі күнімде сәтті өтуде. Менің арманым көп, бірақ осы өмірдегі бір түсінгенім, алдыға мақсат қойып, соған қадам баспасаң, ол саған жақындамайды. Өмірдің ашығы бәріміз армандаймыз, бірақ соған қадам жасамаймыз. Таза жүрекпен иман болса, Алла жеткізеді арманға. Қазір енді өзімнің өлеңдерім шығып, алдыма үлкен мақсат қойдым. Бәрі Алланың қалауымен, менің 3-4 өлеңдерім шығып, адамдар танып жатыр. Бәрі тез болмаса да, бірақ мен соған да шүкіршілік етемін. Аллаға алғысым шексіз, анам мен
кемеде және де қасымда қолдап жүрген достарыма да алғысым шексіз. Бә жаңағы бір удар тигенде жестко тиіп шықтан ұқтатты. Да, в натуре, братан, да. Просто тимей қалды ғой, кішкене. Қолын жетпей қалды ғой, братан. Че, нормально ма, нормально? Нормально, братан, да. Алло, Бақдәулет, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Че там, қайдасың? Дайырда. Не істеп жатсың? Сол жүрген. Не ғой, мобилография түсіріп қайту керек еді, мен как раз соны түсіргім келіп жүрген. Бә кеше айтқым келді, просто Нұрасылдан неудобно болғаннан кейін. Қойшы дедім. Давай мен саған қарай келейін да қазір, сен қайдасың қазір? Дайырда. Все, сояқта болса қазір. Маған как раз жақын сол. Аха. Давай, түсіріп қайтып. Все, давай. Че там, родной? Жағдай қалай? Пойдет, өзің қалайсың? Жақсы. Че там? Алдындағы темкалар не болып тұр? Пойдет, сол жайма, сен. Нормально. Родной, анау баланы танисың ма? Кетіп бара тұрған. Анау балама. Бахамен сөйлеседі ғой. Че за бах? Че там, данылар бар ма сенде? Алдында көрші сонымен темка болды емес па? Жоқ, ол не ғой? Инстаграм бар да оның. Көрсетші? Фамилиясы Нұрманов дейді мені қара. 007. Музыкант дейді? Я музыкант, короче. Ақша табам дейді. Таба ма? Табам. Все ғой онда. Ақшаға грузить етіп конкретно. Сөйтейік. Все, онда болды. Че там, родной? Қалай ойлайсың? Ана баланы жаңағы баланы грамотно қалай ақша кіргізіп ғой? Че, либо күшпен ба? Қысып ше өзімізді ұрып, айтып, соғып, бля. Либо бір қыз бар ше басын алдыратын. Сол қыз жіберіп, атына кредит алдыртып алып, басын алдыртып шығартып аламыз. Қалайсың? Қызбен жестко кетеді деп ойлаймын, родной. Солай ма? Ана бала еще қыздармен көп сөйлеседі дейді. Все болды ғой, қызбен болсаң да қызбен. Все. Алло. Алло, Зарина, привет. Привет. Че, қалайсың? Жақсы, шүкір, өзің қалайсың? Жақсы. Че там, қайдасың, не істеп жүрсің? Мен универден қайтып жатқан өзім. Дұрыс. Сол отырған осы балалармен. Короче, Зарина, саған бір тірлік бар еді. Екеумізді әдемі ақша көтеріп аламыз, короче. Бір баланы бастан қалдырып бар. Кесейші, короче, саған айтам. Мынау центральный парк жақта машинада күтем Lexus. Хорошо? Жақсы. Все, давай, күтем ал. Қазір барам, давай. Все, давай. О, қалайсыңдар? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Сол универден келіп жатқан өздерің. Дұрыс, сол тоже жүрген. Короче, тема тірлік бай ғой. Қандай тема? Бір бала бар да. Соны, короче, ақша жақсы өтеді. Соны сындыру керек. Сен басынан алдырып, бүйтіп нетіп алсай. Бір апта жүресің. Көрсетші кәдімгі. Инстаграм. Короче, осымен сөйлесіп. Әнші ғой, иә? Білесің. Тіпті жақсы. Болды ғой, короче. 2003 жылы дейді. Политех тоқиды. 4-ші курс. Басынан алдырып сындырып алсам, болды. Смело. Артында еш жоқ, қорықпа, біз тұрамыз. Қалайсың, блогер досым? Не істеп жүрсің? Ке отсыш. Не ғой, мобилография туралы сұрайын деген кеше ше? Сол мобилография жайында мен саған бір кафеге ма бір нәрсеге барайық, тамақ ішіп отырып айтамыз. Не ғой, саған сұрақ ше? Типа бартерға істейсің ба сен? Бартерға иә, істеймін. Қанша төлейді сонда? Енді көп емес, өзіме жететіндей. Базар, менде де андай блогерсе де бар да тоже, бартердегі нәрсе. Бірақ сендерде болады деп ойлап отырмын, бірақ түсіріп бересіңдер ғой демелеп, иә? Иә, жүріп кеттік тұрайық. Все. Кафеге тұрайық. Сағат өтіресіз бе? Менің фоткам өшіп қалып еді. Сағат 7:41 кетті.
Сіз осы әнші емессіз ба? Әншімін, не болды? Бәс инстаграмнан көрген тұғын. Иә. Рахмет, көп рахмет. Кешіріңіз, сіздің атыңыз кім болады? Зарина. Менің атым Расыл. Жақсы, рахмет. Осы инстаграм желісінде атыңыз қалай болады? Жақсы, берейін, әкеңіз жазып берейін. Хабарласасыз ғой. Рахмет, сау болыңыз. Кеше бір қызық болды деймін да. Әйтеуір төбелесіп болды. Ойда жоқ жерден деймін да. Ана жақтан анау дәу бала болмағанда, по идее нормально кетіп жатқан ше. Иә, жақсы төбелесіп жатқан. Сосын анау Расыл дейтін музыкант жігіт екен ғой. По идее ше, негізі менде бір текст бар тұғын, соны ана нетуге болады ше, музыка шығаруға болады. Ана текстін өзі дайындап қойған ғой, короче. Болады. Тамақтан алып отырса неге? Ұялып отырса. Бісміллә. Қой өзінде не жаңалық болып отыр? Ешқандай сөзінде. Тыныш қоса. Короче, былай істейік қазір. Қаланы түсіреміз да машинаны мейлі. Бірақ машина түсіргім келіп жүр, шынымды айтсам ше. Қызығасың ше. Давай машина көрейін. Блогерлікке қалай келдің? Қандай жолмен келдің? Қиыншылықтар болды ма сенде? Қиыншылық дейсің ба? Екесі болды ғой. Үш түрлі нәрсе болды да, просто бір жағынан қаражат жағынан да қиналып ше. Жұмыс істеп, так, плюс еще камераға деген сияқты ғой. Жалпы 1,5 жыл болды ғой, сол айналысып жатқаныма ше. Қазіргі өзіңе ұнап жатыр ма блогерство? Иә, күшті өзімен ой, тағы жалғастыра берем. Қазір енді көтеріп келе жатырмық қой сен сияқты. Бізде сол. Брат, машина мобилография түсірген кезде осылай шеттегі ракурстардан түсіресің ғой, осылай басынан. Бірінші басынан ба? Иә, экспозиция түсіресің. Сөйтіп әдемі кетеді ше. Бірінші алдынан ағанда шығар осылай ше. Алло, чё там, брат? Қалайсың? Жақсы шүкір, өзің қалайсың? Чё там, қайдасың, брат? Солны ДК жақта отқан ғой. Дұрыс, брат, не? Брат, сен шынайы махаббатқа сенесің ба? Любовь с первого взгляда дегенге ше, брат. Мен конкретно бір қызға прям ғашық болып қалдым ғой. Қойшы, чё за қыз? Айтсай. О тебе все мои мысли, думаю я каждый день, что может быть лучше, проведенный вместе с тобой. Я хочу знать это, проведем мы с тобой лето, думая о тебе, вспоминается лишь твоя улыбка. Солнце на небе, согрей меня, твоя теплота, сгорание дотла, обжигаешь меня, как пустыня Сахара. Без тебя я, когда вижу тебя в голове, просто война. Когда вижу тебя, не могу оторвать глаза. Когда ты моя, просто малая, как же ты просто милая. У тебя в душе нету ничего, я же хочу знать, у тебя все хорошо. Вместе с тобой мы улетали тут. Ал достар, менде қазір келеді, кішкене күте тұрайық, Зарина. Күте тұрамыз ғой. Міне ойдым сен достар. Ассалаумағалейкум, брат. Қалай жүрдік? Ассалаумағалейкум, брат. Қалай жүрдік? Жақсы. Ал танысып қойыңдар. Бұл менің қызым Зарина. Ал мен осы достарым туралы көп айтқан болатын. Осы бала мобилограф. Осы жақында таныстық, жақсы бала. Мына бала Нұрсұлтан, ол блогер. Осы болашақ блогер, осы көтеріп келе жатқан жақсы жігіттер ғой. Осылар арқылы мен көтеріп кеттім деуге де болады. Кішкене ақырындап өз мотивация алып ше, өзіме жақсылық, жақсы нәрселер болып жатыр да. Сол осы Жаңа что-то ше, жаңа сен қызым ба негізі? Иә, қызым ба. Қашан таныстың? Бір апта бұрын, брат, айтып едім ғой. Ғашық болып қалған қызым деп ше. Сол ма? Иә, сол. Что-то түрі андай подозрительный, білмеймін қандай. Подозрительный ма? Неге, брат? Көзінен бір түрлі андай байқап қалдым ше. Білмеймін, брат ренжімейді саған айтып отқаным ше, как-то ше, танысып нетіп отыр ше. Өз ойымды айтып отқаным ғой жеке ше. Иә, брат, енді өз ойым ғой әрине, бірақ мен ол қызды енді ұнатып қалдым енді. Дұрыс. Байқап жүр енді. Тез қандай әйтеуір кішкентай ғана бір арасында түсіріп жүресің да. Адам көп болған уақыт тез өтеді. Давай. Өзіне жалын. Алло?
Жақсы, шүкір, өзің қалайсың? Жақсы. Я, сол кафеде отқанбыз, Нұрасыл екеуміз. Саған дейтін жақсы жаңалығым бар ғой. Я, ол мені достарымен таныстырып жатыр. Сынды ғой деймін. Ақшаны қашан сұрай берейін. Жақсы, я, түсіндім. Аха, хабарласамын ғой, жақсы. Че, кім қайда барады енді? Осы орыққа тұрады. Жақсы ішеміз. Бақ екеуміз өзіміз бара береміз ба? Мен ренжімеңдерші, мен қазір ағам келеді. Ағам келіп алып кетеді, ашырып отырамын, өздерің бара беріңдер, жақсы ма? Жақсы. Жақсы. Давайте. Мобилография не отыр жалпы, инстаграмда продвижение жақсы ма? Я нормально, 30 мың подписчик. Кәдімгі брат, Нұрстан звондап тұр. Алло. Че там, брат? Заведенің артында? Братан, тиісіп жатыр Нұрстан. Кет. Че там, жігіттер? Да ну на, ебать. Родной, что ж? Родной, брат мой. Түннің ішінде ойлар келеді, мазалайды мені, болашағым алда деп айтады анам. Сенесің бе сен, болашағым алда дейді маған анам. Әлі талай қадам бар алда, бір алла біледі қаншама қадам. Қиындық пен қиыншылық көрген адам түсінеді ауырған жүректі, түсінеді жаны жаралы адам. Түске кіреді әртүрлі ойлар, уайымдатады жүректі қобалжытып. Түнгі далада жүрмін аңсап, балалық шақты еске келеді талай арман мақсат. Аңсаймын балалық кездегі кезімді, жүретін еді анам шақырып. Балам кел, шайыңды іш, қазір кетті ол уақыт, қазір өзің мен өзің өтеді. Балалық шағың бір сөзбен жеткізу қиын ғой оның бәрі.
мазалайды мені болашағың алда деп айтады анам. Сенесің бе сен